Орманда достар, әтеш, түлкі, мысық серуендеп жүріп, шашылып жатқан көптеген қоқыстарды көреді. Адамдар орманға зиянды заттарды шашып кеткен екен. Олар орманды жақсы көретін, табиғатта аялаушы еді. Не болып кеткен бұл орманға? Қоқыс шашылып жатыр, бұл өте қауіпті. Осы сәтте кішкентай түлкі шалпаңдап жүгіріп келеді. Ай, аяғым-ай, не болды саған? Пластиктік түбікке шалынып қалдым. Қараңыздаршы, қоқыстың кесірінен достарымыз зардап шегіп жатыр. Міне балалар, қоқысты жерге тастамау тек табиғатқа емес, басқа тіршілік иелеріне де зиян келтіреді. Енді бұлай болмайды, біз бәріміз бірге тазалаймыз. Мен үндеу жасап, ән айтам. Түлкі, демал, біз саған көмектесеміз. Рахмет сендерге, орманымыз таза болды. Есіңде болсын, табиғат біздің ортақ үйіміз, бір қоқыс, бір қауіп. Табиғатты